Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі келіп жеткен Рамазан айымен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Және осы мерекеге орай сіздерге қазақтың ұлттық тәттісі женттің рецебімен бөлісемін. Ең алдымен бізге осындай ұсақталған талқан керек болады. Бұл ненің талқан екендігі маңызды емес, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай жүгері талқан немесе бидай талқанын да пайдалана берсеңіздер болады. Мен тары талқанын пайдаландым. Және үстіңгі бөлігінен қант пен ерітілген сары майды қосып, бір жақсылап араластырып алдым. Қазір үстінен қойылатылған тәтті сүт, яғни сгущенканы қосатын боламыз, сондықтан да қантын аздау қостым. Мен сгущенканың осы бір түрін пайдаландым. Сіздер кез келген сгущенканы алып қоса берсеңіздер болады. Алдымен жарты бөлігін қосып, кішкене араластырып алдым, және осы орайда сгущенкасы аздау болып көрінді де тағы кішкене қосып жібердім. Және тағы да силикон жай лопатканың көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырып алдым. Егер сізге қолмен араластыру ыңғайлы болатын болса, олайда жасасаңыздар болады. Мен қолмен де осылай кішкене араластырып дайындап алдым. Дайын болған жентімізді кез келген формаға салып қатырсақ болады. Мен осындай көлемдегі форманы пайдаландым. Дайын болған жентті үстінен салып, арасын тығыздап, үстінен жақсылап басып шығатын боламыз. Мен жентті ыдысымның барлық бөлігіне осылай жайған едім, бірақ ыдысым кішкене үлкендеу болып көрінді де, қазір жентімізді кескен кезде өте биік әдемі болып көріну үшін шеткі бөлігін алып, осылай үстіне орналастырдым. Және үстіне жақсылап тығыз етіп басып шығамын да тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоятын боламын. Ал қалған женттің бөліктерін осылай кекстің ыдысына салып форма жасап алатын боламын. Женттің формасын өз қалауларыңызға қарай дөңгелек немесе сопақша етіп жасасаңыздар да болады. Формаға салып дайын тұрған женттерімді тоңазытқышқа 1 сағат уақытқа қоя тұрдым. Ал егер сіздер асығыстау болатын болсаңыздар, морозилькке 15 минутқа салып қойсаңыздар да қатып өте әдемі болып тұрады. 1 сағаттан соң жентті алып формадан осылайша шешіп алдым. Төңкеріп осылай алатын болсаңыздар, шашырамай, шашылмай өте әдемі болып, біркелкі болып түсетін болады. Және өз қалауларыңызға қарай бөліктерге бөліп аласыздар. Мен пышақтың көмегімен осылай 4 бұрышты бөліктерге бөліп дайындап алдым. Және женттің арасына өз қалауларыңызға қарай мейіз немесе жаңғақты да қосып жіберуге болады. Мен балаларға ұнамайтын болғандықтан тек талқанның өзінен ғана жасадым, және ересектерге де балаларға да өте қатты ұнады. Келесі кекстің ыдысында қатырылған женттерімді формасынан шешіп алдым. Осылай жасайтын болсаңыздар, өте тез өздігінен шешілетін болады. Осымен біздің жентіміз толығымен дайын болып шықты. Егер ауыз ашар кезінде немесе ауыз бекіткен кезінде осылай жасап жейтін болсаңыздар, өте тойымды болады. Видеоны соңына дейін қарап менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, подписация батырмасын басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын.